Әбубәкір Қайран. Күмән мен күнә. Новелла. 2 бөлім. Сол жатқаннан бесін ауғанша орнынан тұрмаған келініне алаң болған Дариға кемпірдің мазасы кетіп, түскі астанда нәр татпаған Зылиханы шайға шақырайын деп жатын бөлмеге кірді. Кіре сала байқағаны, қап-қара шашы қалай болса солай қобырап, ақ сейсепті үстіне қымтана жамылып алған келіні терезеге телміре қарап отыр екен. Зылиханы мынандай қалыпта көргенде кейуана байғұс шошынып, әбігерленіп қалғаны соншама, келінінің қасына сылқ етіп қалай отыра кеткенін білмей қалды. «Зықаш жанау, қалың қалай жаным?» деді Дариға, келінінің шашын бір қолымен реттеп отырып. Жүре ғой, шәйіңді іш, дастархан жасап қойдым». «Жоқ, ішпеймін апа». «Ештеңеге зауқым соқпай, әлсіреп отырмын», деді Зылиха. «Мәулен қайда?» «Ол түске дейін жер қопарды. Қазір қонақ үйде кітап оқып жатыр ғой деймін». «Шақырыңызшы, оңаша әңгімелесейін деп едім». Дариға шығып кеткен соң, іле-шала мәйкшеңденіп алған Мәулен кірді. Зылиха есік көзінде состиып тұрып қалған күйеуіне қадала қарағанда, оның көздеріндегі жарқ-жұрқ етіп тұрған отты кекесін мен ызалы мүсіркеге шыдай алмаған Мәулен төсектің аяқ жағына отыра кетті. «Сонымен, Мәулеш, маған тағы да қандай жаман атақты жапсырмақ ойың бар?» деді Зылиха бәсең болса да ызғарлы дауыспен. «Мен өзімді сен үшін тудым, сен үшін өмір сүрем. Қажет болса, сен үшін өлемін деуші едім. Бірақ онымның бәрі бекер екен. Сен мені бір-ақ сәтте жаманатқа қиып, жүрегімді далдыл етіп жараладың. Жоқ, жаралаған жоқсың. Өзің үшін соғып тұрған жазықсыз жүректі қолқасымен қоса суырып алдың. Мәжиттің түрі Сәкенге ұқсап кеткенін көріп, өзіңнің арзанда арсыз қойып толғамыңның жетегіне еріп, менің бетіме қара күйе жағуға дейін бардың. Мен әппақ жүрегімді қолыма ұстап тұрып, алдыңда тізерлеп отырып, адалдығымды айтып ақталар едім. Бірақ оған менің әйелдік, аналық намысым жібермейді. Мен сенің алдыңда не үшін ақталуым керек? Тіпті ақталу деген сөздің өзінің аты қандай жаман. Қылмыс жасаған адам ғана ақталады. Әлде сенің бала күннен бірге өскен досыңды жақсы көріп сыйлағаным үшін, оны тойға шақыр деп кеңес бергенім үшін қараланып қалып едім? Менің бүкіл ойымда, тіпті мақсат мұратымда тек сенің азаматтық мәртебеңді өсіріп, даңқыңды асыру ғана. Айтшы, мен қай уақытта өзім үшін қам жасап ұмтылмасқа ұмтылдым? Қашан соңғы сәлмен тігілген киімге құмартып, құлағының құртын жедім? Әшекей-үшекейге әуес болып, алайыншы, тағайыншы деп бір рет айтып көрдім бе? Зылиханың қансөлсіз қуарған өңіне кешкі батар күннің сәулесімен шағылысып, қызғылттанып тұрған ащы жас пен ашуға толы жанарына тіктеп қарай алмаса да, екі қолын кеудесіне айқастыра салған бойы тіп-тік отырған Мәуленнің бет жүзінен ешқандай құбылыс байқалар емес. Тас мүсіндей міз бақпаған қалпы. Осы сен маған шапқан жалаңның қандай ауыр екендігін, маған қалай әсер еткенін бір сәтте болса пайымдап көрген жоқсың ғой деймін, деді Зылиха бағанадан бері өзін қабырғаға сөйлеп отырғандай сезініп. Мәулен Зылихаға еңсерлі бұрылды. Адамға адамның ұқсай беретіні рас қой, деді сонсоң. Бірақ қасқа айғырдан қасқа тумаса да төбел туады деген сөз бар. Адамға адамда бекер ұқсамайды ғой. Егер сен менің орнымда болсаң қайтер едің? Мен болып бір сәт ойланып көрші. Атамыз қазақ дана ғой, деді Зылиха. Осындай жайлардың болмай қалмасын ескерген болар. Аяғы ауыр әйелдің құрсағына қадалып қараған адамға да туашақ сәбидің тартып кетуі мүмкін деген бұрынғылар. Сен осы жолы өзіңнің әдебиетші ғана емес, соңғыла екеніңді де анық байқатып отырсың.
Айтқан уәжіңнің бәріне нана беретін мен бала емеспін ғой. Ең дұрысы біз бұл әңгімені доғарайық та, ел мен жұртқа күлкі болмай тұрғанда, осы ауылдан басқа жаққа, тіпті бір алыс жаққа көшіп кетейік, деді Мәулен алғаш рет Зылихаға тіктеп қарап. Қай жаққа? Алматыға көшсек деп жүруші едің ғой. Жоқ, Алматыны түсімде де көргім келмейді. Неге? Білмей отырмысың? Сәкен бар екен ғой. Сәкен деген сен үшін қара пәледей бір елес. Енді сол елес дескен тау асып кетсең де қыр соңынан қала қоймас. Жүрегіңе өзің жұқтырып алған осы бір қара қасірет уақыт шіркіннің алақанымен сүртіле бір күні жоқ болып кетер деп үміттенбей ақ қой. Керісінше, уақыт өткен сайын бұл қара таңба айқындалған үстіне айқындалып, тереңдей сүйегіңе де сіңіп кететін шығар. Білесің бе, махаббат сапарында болса да, отбасылық өмірде болса да, шешілместей бір түйін пайда болса, сол түйін сәт сайын түйнектеле береді де, бір күні түбіңе жетіп тынады. Сонда не демекшісің? Егер сен өзіңнің сүйіп алған әйелің мен жалғыз балаңнан айырылғың келмесе, жазғы демалыс кезінде Мәжитті қасыңа ертіп, Алматыға барда, әлгі медициналық сараптама дейме, немене, соған барып тексеріліңдер. Сонда бұл баланың әкесі өзің екендігіне көзің жетіп, бәріміз бақытты өмір сүретін боламыз. Мүмкін сөйтерміз, деді Мәулен екі шекесін қос қолымен сығымдай түсіп. Аяқ астынан маған осынша күмәнданғаның не? Деді Зылиха күйеуін әлі де тұқырта түсейін дегендей. Жасы 70-тен асқан Дариға күйеуана кейінгі кезде көзінен ғана қорлық көріп жүргені болмаса, есту қабілетінен айырылмаған сақ құлақ кісі. Келінінің баласына не айтқысы келгенін білгісі келіп, жаулығын құлағынан асыра түріп тастап, шала жабылған есіктің саңылауынан екеуінің сөзін тыңдап тұрды. Мәселенің негізі немересінің Сәкенге тартып туғанына байланысты екендігін білген сәтінде ақ, қос құлағы шуылдап, екі көзі қарауытып, тұрған орнында құлап қала жаздады. Жүрегінің соғысы әлсіреп, буыны құрып, қабырғаны қармалай сипалап, өз төсегіне зорға жетті. Жалғыз немересі көп күттіріп дүниеге келгеннен бері Дариғаның көкейіне екідай сезім ұялап алған болатын. Оның біріншісі өспей, өнбей келе жатқан осы әулетті жоғалтпай, келер күнге жалғастырар тағы да бір сәбидің дүниеге келгеніне деген шүкіршілігі болса, екіншісі осы сәбиді туытханадан алып келе салысымен, құндағын шешіп, тырбаңдаған қызылшақаны қызықтап отырғанында, оның білегіндегі қап-қара қалды көріп, шошына қараған сәтінен басталған үрейлі сезім болатын. Ол үрей бала білегіндегі қара қалды жамандыққа жорымдағаннан емес. Сол қара қал кеудесінің түкпіріндегі тас зынданда 36 жылдан бері мәңгі құлыпталған құпиясының кілтіндей, жұртқа соны жайып салатын куәгеріндей болып көрінгендігінен еді. Сол қара қал баланың білегінде емес, өзінің жүрегінде тұрғандай көрініп, қатты тітіркендіріп, үрейлендіріп жіберген. Баласы мен келінінің арасына мәңгі жымдаспас жік түсіріп, жүректеріне ешқашан айықпас күдік пен күмәнға толы қайғы қасірет орнатқандай болған жазғы жоқ Сәкеннің әкесі Көшербайдың білегінде де тура осындай қара қал бар еді. Сол қап-қара қалы бар жүндестеу білегі мұның қыпша белі мен қыл мықынына қанша рет оратылды десеңші. Көшербай өзінің бұл қап-қара қалын Құдайдың өзі тарту еткен нысана, білектілік пен жүректіліктің белгісі деп мақтан ететін. Ол жылқы фермасының бастығы еді. Мұның күйеуі Сейілжан бас жылқышы болатын. Бұлар ферманың орталығы болып саналатын кішкентай ауылдағы қоржын үйде тұрды. Үйленгендеріне 5-6 жыл болса да, Дариғаның пұшпағы қанамай, бір шикі өкпені аңсаумен күн өткізіп жатқан жас жұбайлардың қабағындағы кірбең, қырау уақыт өткен сайын мұзға айналып бара жатқандай еді.
Сөйтіп жүргенде Сейілжан өзі үйретпекші болған асаудан жығылып, жамбасын сындырып алды да ұзақ уақыт облыстық ауруханада емделіп жатты. Міне сол кездерде көп уақыттан бері Дариғаға ынтық болып, көңілін білдіре алмай жүрген Көшербай өзінің діттеген мақсатына жетіп тынып еді. Көп ұзамай-ақ Дариға бала көтеріп, Сейілжанның шаңырағына шаттық орнады. Ақ жарылқап дәурен басталды. Дүниеге сәби келіп, оның атын Көшербайға қойғызды. Көшербай, бұл бала жолбарыстай қайратты, арыстандай айбатты болсын. Атын Мәулен деп қоямын. Білесіңдер ме, жолбарыстың күшігін Мәулен деп атайды ғой деп, қолына ұстап тұрған айғыр стақанға толтырыла құйылған ақ арақты түбіне дейін бір-ақ сіміріп, қалың қара мұртпен көмкерілген қып-қызыл еріндерін бір шүйіріп қойып, аузын алақанымен басып ұзақ тұрып қалып еді сонда. Дариға өз нәрестесінің Көшербайға тартпай, өзіне тартуын тілеп, жаратушы иеге күнде жалбарынатын. Ақыры сол тілегі орындалып, Мәулен шешесіне тартқан қараторының әдемісі дейтіндей жігіт болып өсті. Оң жамбасынан қатты мертіккен Сейілжанның осы кемдіктен көрмеген бейнеті жоқ. Ат құлағында ойнап жүрген арыстандай азамат балдаққа байланып қалған соң атқа да өзі міне алмайтын болды. Жылқы десе ішкен асын жерге қоятын, атжанды байғұс шұрқырап жүрген жылқы үйірлерін көргенде біресе күлімсіреп, біресе жыламсырап тұрғандай, бір өзгеше кейіпке енушеді. Сыртқы жұрт Шойнақ Сейілжан деп атап кеткеніне іштей намыстанып жүрсе де, өз атұстары Мәулен дүниеге келген соң бүкіл қайғы қасірет бір-ақ күнде көкке ұшып кеткендей, өңі нұрланып, өзі қырланып шыға келді. Ол құндақтаулы бөпесін әуектеп отырып, айналайық баладан, тауып алған даладан, далада бала жатама, түсіп қалған ғой шанадан деген өлеңді қайта-қайта әндетіп айтқан сайын, Дариғаның жүрегі дір-дір етіп, өзінен өзі қуыстанып, бет құбылысын сездірмейін деп теріс айналып кететін. Бірде осы өлеңіңді қойшы деп айта жаздап барып, тез тыйыла қалғаны да бар. Дариға әр кезде сәл нәрседен Сейілжанның күдігі оянып кетеме деп қауіп-қатер үстінде жүргендей болатын. Сондықтан болар Көшербайды маңына жуытпақ тұрмақ, оның қарасын көрсе болды, жау көруінде шошынып, тезірек көзден таса жерге қиыстап кетуге ыңғайланар еді. Көшербайда көңіл иесінің жайын терең түсінгендей, бұлардың бұрынғы қарым-қатынастарын еске салатындай ешқандай қылық көрсетпеді. Сөйтіп, сол бір арқа басын тітіркендіретін қос үрей сәттерде бірте-бірте алыстап, тіпті ұмытылуға айналғандай болып еді. Амал қанша. Аш арыстандай болып алдынан тағы шықты сол үрей. Енді не істесе екен? Бұл құпияны тәуекел етіп балаларını ашып салуға да дәті бармақ емес. Ойбай-ау, одан өткен сұмдық бар ма бұл жалғанда? Бір аяғы жерде, бір аяғы көрде тұрған шағында бүкіл әулеттің бетіне мәңгі шіркеу болатын бұл күнәні, бұл қылмысты қалай ғана жария етпек? Өзі ғана әшкерелейін, өзі ғана күнәһар аталса бір сірә. Одан кейін мұның балалары мен үрім бұтағы ел мен жұртқа қай бетімен қарайды? Күнәһар аналарына қарғыс айтып, өмір бақи өксумен, жұрт көзінен қысылып қымтырылумен өтпей ме? Жоқ. Дариға өзінің келіншек кезінде жасаған осы бір күнәсін өз жүрегінің түбіне берік сақтап, жабулы қазанды жабулы күйінде қалдырады. Бұл құпияны өзімен бірге көрге ала кетеді. Дариға жаулығының ұшымен екі көзін кезек сүрткілеп отырып, өз күйеуі Сейілжанның немересін көрмей, күйініш пен күдікке шырмалмай, өмірден сәлде болса ертерек өтіп кеткеніне, құрдым құсаның құрығына түспегеніне мыңда бір шүкіршілік етті. Жалғыздығына жаны құлазып, оның үстіне өзінің де ұрпаққа жармай қалғанына мұңайып жүрген Мәуленнің бір әкеден туған өз бауыры дәл қасында жүргенін білмей өмірден өтетіні де қандай азап. Ешқашан білмесін. Білмегені өзіне де, өзгеге де жақсы деген байлам жасады кемпір. Соңы